Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, әріптестер, мені көріп отырған ұстаздар. Бүгін мен сіздерге қазіргі уақытта өте ыңғайлы пайдалануға және сабақ өтуге түсіруге өте ыңғайлы программа, Bandicam программасын қолдану жөнінде нұсқаулық көрсетемін. Бұл программаны қолдана отырып, сіздер слайдты ашып қойып, оқушыларға тікелей сабақ түсіріп жібере аласыздар. Ол үшін мысалға ең алдымен бізде Google немесе Mail.ru немесе Opera, Яндекс деген браузерлардың қайсысы сіздің компьютеріңізде бар, соған кіріп ең алдымен Bandicam программасын скачать етесіздер, жүктейсіздер. Яғни мен мысалы қазір көрсетейін сіздерге Mail.ru браузері арқылы, яғни қазір Bandicam скачать бесплатно. Осы кезде мұнда ең бірінші тұрған Bandicam деген программа шығады. Сол программаға кіру арқылы оны скачать бесплатное скачивание дегенді басып скачать етесіздер. Сосын ол, яғни мынандай рабочий столда былай көрініп тұрады. Bandicamды ашсаңыздар, оны ашасыздар. Міне ашқаннан кейін қазір менің, яғни сіздерге түсіріп жатқан видеом түсіп жатқандықтан былай түсіндірейін. Мына бірінші компьютердің суреті тұрған жерде, яғни сіз өзіңіздің, мысалы мен шетінде тұрсам видеода қай жерін түсіргіңіз келеді, қалай тұрғызғыңыз келеді, бәрін осы жерден таңдай аласыздар. Ал мынау екінші таблица, ол сіз яғни қазіргі уақытта көптеген ойындар бар ғой, сол ойындарды да экраннан түсіре аласыздар. Ал мынау тұрған значок, бұл яғни кәдімгі мышканың былай қимылдатқандағы өзіңіз түрін таңдай аласыз. Ал мынау микрофон, яғни сабақ түсірердің алдында мынандай запись звука деп таңдайсыздар, және бұл жерде қандай микрофон түрін таңдап аласыздар. Мына жерге де таңдайсыздар. Одан кейін звукты міндетті түрде қосасыздар. Ал мынау менің қазір көрініп тұрғаным, бұл камера, яғни сіздердің компьютерларыңыздың камерасы. Бұл жерде де камераны таңдайсыздар. Мына расширение деген ішіне кірсеңіздер, мысалға мен қазір мынандай оң жағында тұрмын ғой экранның. Осыны былай мысалы үлкейте аласыздар, кішірейтесіздер, немесе жылжыта аласыздар оңға, солға, астына, үстіне былай көтеріп өздеріңізге ыңғайлы түрін таңдасаңыздар болады. Сосын мысалға егерде сабақ түсіретін болсаңыздар, қазір мен сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Мысалға мен 3-ші сыныптың 3-ші сабақ, яғни слайдын ашамын да, ең алдымен слайдты ашып аламын. Сосын мына жердегі мына қызыл кнопканы бассаңыздар, сіздерде сабақ түсіріп бастайды. Ол түсірілген сабақтар мына жерде изображение немесе домой дегенде мына жерде видеоның ішінде түсірген видеоларыңыз, ал мына изображениенің ішінде түсірген, компьютерден түсірген скриншоттарыңыз тұрады. Ал скриншотты қалай түсіремін десеңіздер, мына жерде фотоаппараттың суреті тұр. Сол фотоаппаратты бассаңыздар, сіздерде автоматты түрде экраннан снимок жасалынады. Ал мына қызыл кнопканы бассаңыздар, бұл видео, яғни видео тоқтатылады. Мына жерде барлығын көре аласыздар. Жұмысты қалай бастау керек, мына жерде де остановить запись деген кнопкасы қандай кнопка. Мына жерде экранның түрлерін таңдай аласыздар, өздеріңіздің түсірген видеоларыңызды көре аласыздар. Ол видеоны мына жерде загрузить дегенді басу арқылы бірден YouTube-қа салсаңыздар да болады, немесе компьютердің ішінде сақталып тұрады. Сіздерге пайдалы болды ғой деген ойдамын. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Егерде қандай сұрақтарыңыз болса, немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазуларыңызға болады. Рахмет, сау болыңыздар.